Қайырлы күн достар. Бүгін күн тәртібі жайында айтатын боламын. Ерте шықсаң алдынан күн шығады, кеш шықсаң алдынан түн шығады. Ұйқы тынықтандырады, жұмыс шынықтандырады. Бүгін байқап отырған шығарсыздар. Қандай сабақ екендігін. Ең бірінші физиологияға арнап отырмын. Тән деген ағза, біздің тәніміз ағза екен. Ал оның сыртын қаптап тұратын біздің рухымыз, жанымыз сыртын қаптап тұрады екен. Біздің аман есен жүруімізге әсер ететін ол біздің тәніміз. Сондықтан тәнімізді біз күтуіміз керек. Жалпыдан жалқыға өтіп жатырмыз. Жан әлеміне бірден сүңгіп кету ол өте қиын. Себебі материалдық әлемді танымай көру өте қиын. Бұны да Абай Құнанбаев атамыз айтып кеткен. Көптеген тренингтарға қатысып сол кезде айтып жатады. Күн тәртібі, режим дня. Осыған мән беріңіздер деп көптеп айтып жатады. Сол тренингтардың көбінде айтып жатады. Айналайындар, сендер күн тәртіптеріңді реттеңдер. Күн тәртібі өте маңызды. Қай уақытта ұйықтап, қай уақытта жату керектігін білмесеңіздер, не үшін ұйықтау керек, не үшін тұру керектігін білмесеңіздер, осы сұрақтың жауабын білмесеңіздер, ерте ме кеш пе, онда тән сарқылады. Бүгінгі сабақтың маңыздылығын түсіндіре кетейін. Адам мына тәннен тұрамыз. Тән дегеніміз біздің скафандрымыз, тәннен тұрамыз. Бұл тән тыңдай алмаса, тән бір күні сарқылады. Тәнді тыңдау керек. Жалпы адам күн мен аймен дос болу керек екен. Сол кезде мына әлеммен гармонияда болады. Күннен бізге нұр береді. Күн жер бетін күн шыққан кезде тіршіліктің бәрі оянады. Жәндіктер күн шыққан кезде жердің беті оянып жақсы бола бастайды. Ал түнде тыныштық болады. Күн дегенде нұр елестейді, ал түн деген кезде бізде немен байланысты болады? Түн деген кезде аймен елестетеміз. Түн дегенде тыныштық, уақыт көзімізге елестейді екен. Ал күн дегенде күннің бастауы, күннің сурет көз алдымызға елестейді. Ал бірінші түйін, олармен дұрыс қарым-қатынаста болған кезде ғана мына әлеммен қарым-қатынасымыз реттеледі. Ай демалыс энергиясы болып табылады екен. Соған байланысты Құранда айтылған, түнді біз сендерге жамылғы ретінде бердік. Ми түнде ұйықтау керек, ми түнде тынығу керек. Ми түнде ұйықтамаса, күндіз шаршап, зомби болып жүресің. Мысалы, күндіз 12 сағат ұйықтағанша, түнде 2 сағат ұйықтасаң, сол әлде қайда қонымды біз тынығатын ұйқы болады екен. Түнгі 2 сағат ұйықтай салған жақсы, күндіз 12 сағат ұйықтағанша. Көп адамдардың шаршап жүретіндігі осы оптимистік көзқарастың дұрыс болмауы. Оптимистік көзқарас дегеніміз ол күн шыққанда болады екен. Күн шыққанда адамның күнге деген қарым-қатынасының дұрыс еместігінде. Сіздерге сұрақ, күн қашан батады? Келесі күн қай уақытта басталады? Көп әдетті айтып жатады. Келесі күнгі уақыт түнгі 12-де, не болмаса келесі күнгі таңда деп айтып жатады. Ол дұрыс емес. Намаз уақыты бар ғой, шам уақыты дейді. Кешкісін кешкі ақшам уақыт деп жатады. Сол кезде келесі сол күн батады да, келесі күн болып есептеліп кетеді екен. Сондықтан да сол уақытта күнді жоспарға жазып, және сол уақытта келесі күн қош келдің деп, мысалы, дүйсенбі болса, жәнегі сейсенбі қош келдің деп, өзің дұға тілегіңді жасап, ертеңгі күнге жоспарыңды сол күні жазып қоюыңыз керек. Бұл сіздерге лайфхак болсын. Таңертең білім алған кезде, 5-тің арасында білім алатын болсаңыз, бұл терең білім.
терең білім таңертең ертеге 5 пен 7 арасында терең білім алуға, ол түйсікке жетеді, және миың тынығып тұрады да, ол түйсікке жетеді де, ол ұзақ уақыттық білім болады. Ұзақ уақыттық білім алыңыз келсе, таңғы 5 пен 7 арасында оқыңыз. Ал 7 мен 9 арасында тамаққа, үйді жинауға, анау-мынауға жұмсайсыз. 9 пен 12 ерік жігеріңізді арттыратын, физиологияңызды арттыратын уақытқа арнаңыз. Күн шыққанға дейін 1,5 сағат бұрын ерте тұрып, 15 минут бірінші жуынып алып, жаңа дұғаңызды айтсаңыз, намазға жығыладындар өздері намазына жығылады, ал намазына жығылмайтын адам сол жарты сағат алдын тұрып өзін тандай дәретін алып айтып, содан кейін дұға тілегін оқитын болса, сол күнге күні берекелі болады. Айтып жатады ғой, ерте тұрған әйелдің бір ырысы артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық. Осы кезде таңғы ырысты беріп қойған екен Алла тағала. Сонда дұғамызды жасаған кезде сол күніміз берекелі, жаңағы рызық несібеміз мол болады екен. Ал 12-18-де еңбек ететін уақыт екен. 12 мен 18 еңбекке арнайсақ, 18:00-ден бастап біз ұйқыға аралығында, 18:00 мен ұйқының аралығында біз отбасымызға арнап, бала шағамызбен қарым-қатынасымызды дұрыстауымыз керек. Ал 10 кезінде міндетті түрде жатуға арнау керек. Онда 9-дан бастап дайындалып, онда жатып қалып, келесі күнге тынығып тұратын болсақ, өміріміз сәнді де мәнді, шаршамайтын боламыз, энергиямыз жақсы болады. Егер де менің ақпаратым ұнаса, маған тіркеліп қойыңыздар. Рахмет.